Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен қазақ ел арнасы. Бүгін сіздерге Қазақ-Қытай соғысы туралы мәлімдейтін боламыз. Бұл Цин империясының Орда күнделіктерінде Абылай жөнінде жазылған ең алғашқы дерек. Осы бір патша жарлығынан оның жоңғар хандығын жойғаннан кейін қолданатын жоңғарларды бөлшектеп басқару саясатын білуге болады. Сондай-ақ одан Цин империясының қазақтар жөнінде қандай да бір саясаттық шешім қабылдамағанын да аңғаруға болады. Сонымен қатар, олардың Абылайды қазақ елінің басшысы ретінде танығаны, Абылай қатарларды Пекинге бастап келіп патшамен дидарластыруды жоспарлауынан ақ байқалады. Осыған байланысты император Сян-Улюннің 1755 жылы ақпан айында жолдаған және бір жарлығында таңқалу мәлімдеген маньчжурлар қатарлылар сол қанат бағытта қалғысы келеді деген іс жөніндегі жарлықты Банди саралы білсін. Маньчжурдың әскері аз, олар қол болмайды. Оның үстіне ол батыс бағытқа барғысы келмейді екен. Патша оның өтінішін мақұлдады, бірақ патшаның байқауынша Нагасар деген қу адам көрінеді. Қазіргі оның таңқалу айтқан сөзі іс біткен соң жоңғар хандығын жойған соң Әмірсананы хан деп бекітіп, қазақтың Абылайы қатарлыларды Пекинге бастап келіп, патшамен дидарластырып, оларды Әмірсанамен іргелес жерге қоныстандырып, бұдан былай олармен жақсы тұрамыз деген сөздері барып тұрған сайқалды. Іс біткен соң тек Әмірсананы ғана хан деп бекітетін сияқтымыз. Бұл жоңғарларды тыныштандырған соң патша 4 ойраттың тайжілерін 4 хан деп бекітіп, оларды өзінің тікелей басқаруына қою. Тек Әмірсана бір адамды ғана хан деп бекітіп, оған жоңғарлар жерін тұтастай басқарту дегендік емес. Егер осылай болса, онда ол Далаш, Даваци сияқты болмай ма? Патшаның бұл істейін дегені сендер үшін ғой. Сендердің бұл сөздерінде өз армандарыңның іске асу аспауынан сыр тарту басым. Егер Әмірсананы хан тағайындасақ, басқалардың үмітін үземіз. Банди саралы сендер Әмірсананы Хошот тайпасының ханы деп белгілеулеріңе болады. Одан басқа 3 рудың тайжілерін өз ішінде хан деп бекітіп қою керек. Сөйтіп оң қанатпен, сол қанаттан 90 мың әскерімен Қытай императоры Жаухой және Хубе атты 2 губернаторын аттандырады. Олар Қазақстандағы Алтын Емелге дейін келіп жеткен. Сол жерден кейін қазақ сарбаздары күтіп алып, оларды қырып шекарадан асырып жібереді деп мәлімдеді Сібір губернаторы. Осылайша Қазақ-Қытай соғысы тоқтады. Бүгін сіздерге ұсынған мәліметтеріміз ұнаса, лайк басып жазылып кетіңіздер. Сіздермен болған Қазақ елі арнасы.